Баршаңызға сәлем, менің құрметті көрермендері. Мен сіздермен бүгін ерекше лайфхакпен бөліскелі отырмын. Мынау елочка деп аталынатын осындай үшбұрышты формадағы ерекше малиналар. Әсіресе торт жасайтын ханымдар үшін таптырмайтын лайфхак. Мынау контейнерлер кез келген осындай пластмасса ыдыстарды алып, осыған малиналарды бір-бірлеп әдемілеп тізіп шығамыз. Мынандай көк шөбімен болса тіпті әдемі көрінеді. Ал егер де малиналарды осы ыдыстағы күйінде қойып сақтай салсақ, ол қыста бір-біріне жабысып қалады дағыны, бүтіндей алынбайды. Сол себепті бүтін болып әдемі болып шығу үшін осылай әдемілеп пластмасса ыдыстарға тізіп шығамыз. Сосын морозильнигіміздің беткі жағына қойғанымыз дұрыс, мыжылып қалмас үшін. Және де барлығын орналастырып болған соң қақпақтарын жауып, осыны әдемілеп тоңазытқышқа сақтап қоямыз. Бірақ қатырылған жидекті көп қолданбаңыздар, себебі ол торттың бетіне ағып кетеді.